Сәлем, ұлттық бірыңғай тестілеуге қарқынды түрде дайындалып жатқан оқушылар, қалдарыңыз қалай? Менің аты жөнім Бекен Қалымбекұлы, мен осы iStudy білім беру орталығының физика пәні бойынша тренер болып табыламын. Сіз менің бүгінгі сабағымды міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Себебі, біріншіден сіз осыны соңына дейін көру арқылы, соңындағы сізге арналған тестті тапсырып, өз біліміңізді сынап көре аласыз. Және сонымен қоса, iStudy білім орталығының сізге ұсынып отырған кереметтей жеңілдігінен жеңілдіктене аласыз. Екіншіден, осыны соңына дейін көру арқылы сіз біліміңізді көтере аласыз деген сенімдемін. Себебі, көп тест талдау ұсыну тренерлері сіздерге ұсынған кезде есеп шығарудың ең оңай жолын үйретемін, бірден есеп шығара саласыздар деп өзіне өзі әдемі жарнама жасайтындағы есептерді тез шығарып, ары қарай соған жеке-жеке тоқталмай, есепке арнайы талдау жасамай өте шығады. Вау деп отырып қалса, не деген тез шығарады, мен де тез шығарсам деп армандап жүріп уақыттарыңыз өтіп кетеді. Ал шын мәнінде ол жерде ешқандай чудо болмайды. Сіздің егерде шынымен де біліміңіз болмаса, ол туралы білмесеңіз, ешқашан тез шығарып, тез жауабын таба алмайсыз. Сіз міндетті түрде қайталап, сол сұрақтардан басқа да қандай сұрақтар келетіндігі туралы сізге талдау жасап, сөйтіп тұрып көрсетіп беретін боламын. Және сонымен қоса, менің бүгінгі сіздерменен талдағалы отырған есептерім осының алдында ғана оқушылар тапсырған биылғы осы жаңа сынақ тестіне келген есептер болып табылады. Демек, сізге осы сабақтың міндетті түрде пайдасы тиетіндігіне сенімдімін. Ондай болса, сіз дайын болсаңыз, кеттік. Келесі есеп. Суретте идеал газ күйінің өзгеру циклі көрсетілген изотермиялық сығылуға сәйкес келетін графиктің бөлігі. П графигінде біз қарап отырсақ, А-дан Б-ға дейінгі П-ның Т-ға, яғни А-ны қарастыратын болсақ, А-да П-ның Т-ға қатынасы тұрақты екенін көрсетіп тұр. Өйткені мынандай түзу шықты деген сөз, ол тұрақты дегенді білдіреді. Ал Б-дан С-ға температура бойынша өзгеріс жоқ, бұлай өзгеріс жоқ, сондықтан Б-С аралығында Т констант болады. Т констант. Ал С-Д аралығында ол жерде В констант болады. А мен Б аралығында изохора болды, В констант болды. С мен Д аралығында В констант болды, Д мен А аралығында Т констант болады. Бізге изотермиялық сығылу дейді. Сығылу деп отырғанымыз не? Сығылу деп отырғанымыз ол көлемнің азаюы. Изотермиялық процесс кезінде П көбейтілген В тең констант деген формула бар. Осы формуладан қарайтын болсақ, қысым артқан кезде көлем азаяды. Яғни бізде стрелка міне А мен Б-ның Д менен А-ның аралығы стрелка жоғары тұр. Стрелканың жоғары тұрғандығы қысым артып бара жатыр дегенді білдіреді. Қысым артса көлем азаяды. Көлем азаю деген сөз ол сығылу процесі. Ал Б мен С-ның аралығы қысым азайып жатыр. Қысым азайса көлем артады. Яғни қысым азайса көлем артады. Демек, Б мен С-ның аралығы изотермиялық ұлғаю болады. Д мен А-ның аралығы изотермиялық сығылу болады. А мен Б-ның аралығы ол изохоралық қыздыру болады. С мен Д-ның аралығы изохоралық салқындау болады. Себебі температурасы азайып жатыр, А мен Б аралығында температура артып жатыр. Соныменен біздегі сұрап отырған сұрақ бойынша көлемнің сығылуы, көлемнің азаюы деп отырмыз, жаңа айттым, Д мен А-ның аралығы. Д-А аралығы, яғни Б нұсқасы дұрыс. Так, сонымен оқушылар, мен сіздерменен тест тапсырмаларын бірге талқылағаныма аса қуаныштамын, және сонымен қоса сіздің соңына дейін отырғаныңызға ризашылығымды білдіремін. Енді сіз төмендегі физика тест тапсырмасы деген батырманы басу арқылы физикадан тест тапсыра аласыз. Және өзіңіздің нәтижеңізді содан біле аласыз. Менің бүгінгі сабағым сізге ұнады және өте көп ақпарат берді деген ойдамын. Және сонымен қоса келесі сабақтарда да менің сабағыма қатысып, міндетті түрде білімдеріңізді көтеретіндеріңізге сенімдімін. Мен сіздерге есеп шығарудың ең оңай, ең қысқа жолы деп өтірік жарнама жасамай-ақ, мен сіздерге есеп шығару барысында сізге бір есептің өзінен көптеген біраз білім беріп тастайтын сабақты ұйымдастырып отырамын. Егерде кеңейтілген, түсінікті
білім алғыңыз келсе, менің сабағыма міндетті түрде қатысыңыз, өкінбейсіз. Келіңіз, сізбен бірге жұмыс істеуге мен әрқашан дайынмын. Ондай болса, оқушы менің сабағымда кездескенше сау сәлематта болыңыз.